Саламатсыздар ма? Қалайсыздар? Бүгін мен өзімнің ерекше самсаммен бөліскім келіп тұр. Яғни бұл самсаны мен көбінесе тапсырысқа аламын. Және де қонақ келгенде де жасасаңыздар өте дәмді самса болып шығады. Яғни бұл самса песочный слоеный самса болып аталады. Яғни үгілмелі қатпарлы самса. Менің рецептімен жасап көріңіздер. Еш өкінбейсіздер. Және де бұл қамырды дайындап холодильникке қойып қойсаңыздар ешқандай да қарайып кетпейді. Кез келген уақытта алып жасай берсеңіздер болады. Алып бірге жасап көріңіздер менің рецептіммен. Бізге қажетті заттар: таразға тартылған 500 грамм ұн, және де 1 шай қасық тұз қосамыз ұнның үстіне. Бізге таразы керек болады. Сармайды міндетті түрде өлшеп алыңыздар. 250 грамм сармай керек болады. Грамм сармайымызды алдым. Енді осыны жақсылап теркадан өткіземін. Алдымен теркадан өткізбей салдым. Міндетті түрде сармайды ұнға әбден аунатып алыңыздар. Сонда үккіштен өткізген кезде ешқандай жабыспайды. Крошка дайындайсыздар ғой, бір сөзбен айтқанда. Міне, осындай крошка дайын болады. Енді арасын аздап ашамыз осылай. Мен осындай 2 килолық сармай қолданамын. 100 грамм қаймақ қостым. Және де бір үлкен көлемдегі, категориясы үлкен жұмыртқаны қосып жатырмын. Және де салқын жарты кесе су қосамыз. Егер қамырымыз жұмсақ болатын болса, аздап ұн қосып жіберіп қамыр илейміз. Бірінші ұн қоспастан алдын жақсылап барлығын араластырып көріңіздер. Міне қамыр дайын болды. Ұстаған кезде мүлдем қолға жабыспайды. Және де жұмсақ та емес, қатты да емес, біркелкі осындай қамыр шығу керек. Осыны енді жарты сағатқа тындырып қоямыз. Яғни демалдыруға қоямыз. Біздің қамыр дайын болды. Иі жақсылап қанды. Енді жаятын болам, жұқалап. Бұл өте нәзік, ұстағанда да бір қолымызға басқаша болып ұсталынады, жұмсақтығы. Енді жұқалап жайып шығамын. Айта кетейін, бұл қамыр жайғанда бір тегіс болып жайылмайды. Яғни бір тегіс домалақ болып жайылмайды. Жайылуы нәзік болғандықтан жыртылып қалуы да мүмкін. Ондай кезде ешқандай қорқудың қажеті жоқ. Барынша жұқалап жаюға тырысамыз енді. Қамыр жайып отқан аралықта майды ертіп қоямыз. Менің майым почти дайын болды. Қамырға да
және де арасына жағатын майды да жақсы май қолданған дұрыс. Процентті жақсы, 82%-ті сапалы май қолданған дұрыс. Мен 72 мен 82% май қолданамын. Міне біздің қамырымыз уже дайын болды. Енді бұдан артық қатты жайып жіберсек, уже жыртылып бастайды осылай. Осы аралықтың өзі бізге жеткілікті. Май дайын болды. Енді майды жағып, жақсылап орап шығамын. Және де бұл қамырды холодильникте, не морозильникте сақтасаңыздар болады. Кез келген уақытта алып жасай бересіздер. Бірақ еріткен кезде алдын ала комнатный температураға шығарып барып ерітесіздер. Разморозка жасауға болмайды. Разморозка жасаймын деп қамырды пісіріп алу қаупі болады ол уақытта. Мен өзіме ыңғайлы қолмен жағып жатырмын. Қаласаңыздар щеткамен жақсаңыздар да болады. Міне май жағылып болды. Енді жақсылап орап шығамын. Бір тегіс шықсын деп мен қиғашынан бастадым. Өйткені қамырым маған солай ыңғайлы болып тұр. Бір жағы үлкен, бір жағы жіңішке болып қалмасын деген мақсатта осылай қиғашынан бастадым. Байқап тұрсаңыздар, қамыр өте нәзік болып тұр. Аздап осылай қамырдың арасындағы ауасын шығарып тастаңыздар, қатты қыспаңыздар. Тек аздап қана басынан бастап аяғына дейін апарсаңыздар, өзі ішіндегі ауасын барлығы толық шығады. Міне. Енді осындай қылып ораймыз. Пищевой пакетке орап, морозильникке қойып қоямын. Керек уақытта алып, өзімнің қалаған формамдағы самсамды жасаймын. Және де сіздерге мен ерекше бір бүгу әдісін үйретемін. Ол көбінесе қиян деп жатады. Сіздерге оңай жолын үйрететін боламын. Енді дайын қамырымызды алып, барлығын осындай кухонный таразбен 35 граммнан бөліп шығамыз. Таразы міндетті емес, бірақ болғаны дұрыс. Өйткені самсалардың көлемі бірдей болып шығады. Мен 35 граммнан бөлемін, барлық самсалардың көлемі сонда бірдей әдем болып шығады. Бір-екі граммен де разница болады. Еш нәрсе етпейді. Ал енді бөліп алдық. Енді ішінде начинкасы менде дайын үйдегі қалған бар еді. Соны қолданайын деп жатырмын. Фарш және асқабақтан жасайтын болам. Сіздерге қазір біреуін көрсетейін жақсылап. Ұрпақ себудің қажеті жоқ. Ешқандай да жабыспайды. Барлық шетін бір көлемде жайып аласыздар. Және де ішіне
начинкамызды саламыз. Начинканы салғанда ортасына емес, бір шетіне қарай салған дұрыс. Салып алдым. Енді жан-жағын бәрін осылай қолмен басып шығардым. Енді қолымызға аламыз. Бір шетін осылай жақсылап басамыз. Міне. Әр басқан сайын қаттырақ басып шығарып тұрамыз. Сол шығарғанда ішке қарай кіргізіп отырамыз бұрап. Шетіндегісін астына қарай қайырып жібереміз. Тағы да көрсетейін. Начинкамызды осылай шетіне қарай саламыз, бір шетіне, ортаға емес. Және де барлық шетін осылай бір-біріне біріктіріп шығамыз қамырды. Ашылып кетпейтіндей етіп. Және де осылай бастық, міне. Міне, осылай қарай қайырып отырасыздар. Тағы бір бүгудің әдісін көрсетіп кетейін. Қамыр өте нәзік болып тұр. Ішіне начинкамызды саламыз. Және де осылай басын бір-біріне біріктіреміз. Тағы да біреуін көрсетейін. Көрініп тұр ғой, иә? Міне, басын бір-біріне біріктіреміз. Оң қолды сол қолдың үстіне екеуін кезектестіріп, алмастырып, бір-біріне қысып отырамыз. Жабыстырып. Осылай барлық самсамызды бүгіп шығатын боламын. Самсаның барлығын бүгіп болдым. Енді бетіне жақсылап жұмыртқа жағып, әсемдік үшін осындай дәндер сүйіп шығамын. Күнжіт пен қара күнжіт болып. Екі түрлі күнжіт. Жағып болдым. Енді барлығына осындай күнжіт сүйіп шығамын. Бұл дәндерді себу міндетті емес. Егер бар болса, әсемдік үшін қоссаңыздар болады. Енді қызып тұрған пеште 180 градуста 35-40 минут аралығында пісіріп аламыз. Міне самса дайын болды. Өте әдемі болып пісіп шықты. Ешқандай да көлемін өзгертпей әдемі болып пісіп шығады. Менің каналыма тіркеліңіздер, ұнаса комментарий қалдырыңыздар, және де қоңыраушаны баса кетіңіздер. Сіздердің әрбір қолдауларыңыз мен үшін маңызды. Сіздермен болған мен Накипбекова Гүлжанар. Ас болсын.